500 есе су сіңірелу керек өзіне. Үстіміздегі жылы Қызылорда облысы ауыл шаруашылығы басқармасының қолдауымен Ыбырай Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми зерттеу институты Қызылорда облысының оңтүстік аймағында орналасқан тәлімі жерлердегі дәнді және майлы дақылдарға ылғал сақтағыш тәсілдерді қолдану арқылы ресурс үнемдегіш технологияны өндіріске енгізу бюджеттік жобасын жүзеге асырған болатын. Жоба жетекшісі ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы Хаси Жамантыков 5 гектарға егілген Қазақстан 10 бидай сортының әр гектарынан 13,2 центнер өнім алынып, жоба нәтижелі жүзеге асты. Жобаның негізгі мақсаты ылғал сақтағыш технологияны облыс көлеміндегі шаруашылықтарға ендіру болатын. Діттеген мақсаттың алғашқы нәтижелері жаман емес. Ыбырай Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми зерттеу институты ғалымдарының ғылыми зерттеліп, өндіріске енгізген нәтижелі жұмысын әрі қарай шаруашылықтар өз егіндіктерінде пайдалануды бастап кетті. 2019 жылдың 31 қазан айында Қаратау бөктерінде 100 гектар алқапқа біз күздік бидай дақылын егуді бастар алдында тұрмыз. Яғни бұл идея о баста мынау біздің Қаратау бөктеріндегі бос жатқан жерлерді мынау егістік алқаптарға қосып мал азықтық дақылдарын өсіру болатын. Осы идеяны Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы қолдап берілген жобамыздың жалғасы ретінде мынау 019 бюджеттік бағдарламада біз жаздық бидай мен мақсары дақылын еккен болатынбыз. Яғни бұл жердегі технология мынау ылғал жетіспеушілік жерлердегі болатын көптеген мынау абиотикалық факторларға байланысты егін өнім ала алмай келген. Бұл жердегі технология, яғни мынау аквагелдерді пайдалану арқылы мынау атмосфералық және мына топырақтағы ылғалдылықты өзіне сіңіріп, өсімдікке керек ылғалдылықты беру арқылы бүкіл өсу вегетациясын өту барысында өнім алу болатын. Яғни ол 5 гектар жерге егілген алқаптан біз ойымыздың іске асырылғанын біліп, оны мынау дала күндерінде семинарларда өткізу барысында көптеген шаруашылықтардың қарамағында есебінен қызығушылықтар туындады. Міне сол қызығушылықтық туған осы идеяны әрі қарай алып кетуге қолдау тауып отырған қазіргі мынау Пазылбек Қажы шаруа қожалығының төрағасы Орынбасаров Ғалымжанның қолдауымен қазір 100 гектар алқапта күздік бидайды егуді қолға алып отырмыз. Сөзімізге дәлел ретінде ағымдағы жылдың қазан айының 31 жұлдызында Жаңақорған ауданы Бесарық ауылындағы Қаратау бөктеріндегі 80 гектар жерге Қазақстан 10 бидай сорты егілді. Егін жұмыстарына институттың бас директорының міндетін атқарушы Бақытжан Дүйсенбеков, бас агрономы Қойшыбаев Айдархан, жетекші ғылыми қызметкері Камалдин Шермағамбетов пен механик Айдос Алдабергенов және орынбасар Ғалымжан төрағалық ететін Пазылбек Қажы шаруа қожалығының қызметкерлері қатысты. Яғни бұл күздік бидайын келер жылы жаз айында өсу вегетациясының барлығынан өтіп, егер мол өнім алатын болсақ, онда ойлаймын, осы Қызылорда облысында қаншама жерлер бар игермей жатқан. Сол жерлерді игеру арқылы біз ауыл шаруашылығын дамытуға өз үлесімізді қосар едік. Бұл бағытта Ыбырай Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының ғалымдары бүкіл өздерінің жинаған жаңалықтарын осы өндіріске енгізу барысында атқарып жатқан жұмыстары ұшан теңіз. Осы жобалар іске асырылған жағдайда біз мынау Қызылорда облысының мал шаруашылығын дамытуда өз орнын табады және мынау мал азықтық дақылдардың мынау жем азықтық өнімдерді олардың
өзіндік құндарын төмендетуге әсерін береді деп ойлаймыз. Және біздің есебіміз бойынша бұл технологияны ендірген жағдайдың өзінде де 2 есеге дейін рентабельдік болады деп ойлап отырмыз. Жұмыс барысы үлгі лабораторияда сарапталып, оның көрсеткіштерінен технологиялық карта жасалып, әрі топырақ ылғалдылығы анықталды. Соның негізінде аквагель препаратының топыраққа берілетін мөлшері анықталды. Аквагель түйіршіктері бидай тұқымымен бірге топыраққа тұқым сепкішпен енгізіледі. Бір есте сақтайтын керек кеңес, аквагель түйіршіктері дақылдардың тамыр жүйесінің шоғырланған топырақ қабатына енгізілгені дұрыс. Биыл осы біздің Бесарық ауыл округында Қаратаудың етегінде осы биыл көктемде бір тәжірибе жасап еді. 5 гектарға тәжірибе жасаған мақсарымен бидайды ылғалдық сақтайтын технологиямен гидрогель деген препаратты қосып еккен. Соның жақсы нәтижеде болғасын биыл біз осындай шешім қабылдадық. 30 қазан айынан осы қазаннан бастап 100 гектар жерге күздік бидайды себуге бел будық. Институтпен бірге шартқа отырып, осы жаңа технологияны енгізейік деп, ары қарай нәтижесі жақсы болып жатса, осы Жаңаарған ауданында Қаратаудың етегінде, бөктерінде 25 мыңдай гектар егілмеген тың жерлер бар. Соған осы біздің институтпен бірігіп жасаған еңбегіміз нәтижелі болып жатса, келесі жылдар Құда қаласа ары қарай ылғалдық сақтайтын препараттың аты гидрогель, аквагель дейді. Біздің қолданып жатқан, қолданайын деп жатқан препараттың аты акватерра гидрогель. 5 жылға дейін осы жердің құрамында жерде жатып ылғалды сақтайтын күші бар препарат. Бел будық, тәуекелдеп бастадық. Осы бір аптайдың көлемінде болды, жерді айдадық. Енді тағы бір 3 технологиялық операция бар, соны аман есен жүргізсек, ар жағын уже жаңбырға дейін сеуіп бітірсек деген ниетіміз бар. Аквагельдер түйіршік түрінде шығарылады және ерекше қасиеттеріне қарай патенттелген өнім болып табылады. Бір таңқаларлығы, олар өз массасынан 500 есе асатын су мөлшерін сіңіріп, өсімдікке максималдық қажет ылғалмен қамтамасыз етіп отырады. Бұл аквагель сізге кемінде 5 жыл мерзімінде қызмет етеді. Дақылдан сапалы өнім алуға бағытталған үнемдегіш технологияның экономикалық тиімділігі кем дегенде 30-34 мың теңге гектарына, немесе 7-8 центнер гектар көлемінде бидайдың қосымша өнімділігі артады. Осы 80 гектар мен 100 гектардың аралығында күздік бидай егіп жатырмыз. Соған мінекей жер дайындадық, жебасын әкеліп қойдық. Енді Құда қаласа күздіктің Қазақстан 10 сортын осы таудың бөктерінде, Қаратаудың бөктерінде, ешқандай суарылмайтын жерде, тәлімі жерде екпекшіміз. Бұның қасиеті мынау қазір өзі осы аймақта қазір жаңбыр жауып жатыр. Алдағы күндерде жаңбыр жауады. Сол жаңбырдың ылғалын жақсылап, жәндегі зеба препараты жинап алады да бойына, сөйтіп губка сияқты оны көлемді үлкейіп жинап отырады. Ол келешегінде күздік бидайдың өскіндері, оның тамырлары сол зеба түскен жерден ылғалды тартып, алдағы жылғы, мысал үшін көктемнен бастап орғанға дейін ылғалдан ешқандай тарықпастан көп өнім жинауға өзінің септігін тигізеді. Соны мынау фермерлер өздері қызығып, осы нәрсені өткенде көргеннен кейін біз енді оны осы үлкен көлемде егейік деп өздері өтініш білдірді. Біз соған көмекке келіп, қазір мынау 80 гектарды жыртып қойыпты, мүмкін 100 гектарға дейін апаратын шығармыз. Осы жерге осы күздік бидай еккелі жатырмыз. Ыбырай Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми зерттеу институты ғалымдарымен бірге
күннің ыстық суығы мен табиғаттың тосын мінезіне қарамай жоғары өнім алу жолында Орынбасаров Ғалымжан бастаған Пазылбек қажы шаруашылық өкілдері тың инновациялық технологиядан күтер үміттері зор. Егер осындай өндірістік егістіктен келер жылы мол өнім алынса, онда Қаратау бөктерінде тың жатқан жерлерді игеру арқылы мал азықтық және майлы дақылдардың егістік көлемдерін арттырып, өңіріміздің экономикасын көтеруге бір серпіліс берері анық.